Уоррен Эдвард Баффет. Әлемдегі ең танымал инвесторлардың бірі. Кәсіпкер, миллиардер. Уоррен 1930 жылы 30 тамызда Небраска штатының Омаха қаласында дүниеге келген. Әкесі кәсіпкер және конгрессмен болғанына қарамастан, Баффет 6 жасынан бастап еңбектенген. Ол сағыз, кола, гольф топтарын сатқан, көлік жуған және таңертең Вашингтон Пост газеттерін таратқан. Жасөспірім шағында бірнеше пинбол автоматтарымен бизнес жасаған. $16 жасында ол $53,000 ақша тапқан. Он жасында әкесі оны Нью-Йорк биржасына алып келген. 11 жасында Баффет алғаш рет акция сатып алған. Уоррен әкесі арқылы $120 Citi Service Preferred компаниясының 3 акциясын сатып алған. Бастапқыда акция құны арзандаған, кейіннен $40 көтерілгенде ол акцияларын сатып жіберген. Бірақ Уоррен өкінеді, себебі акция кейіннен $200 өсіп кеткен. Уоррен алғашқы $1 миллион 32 жасында қол жеткізген. Ал байлығының 95%-ын 60 жастан асқанда тапқан. $1982 жылы оның байлығы $376 миллион құраса, қазір $96 миллиард құрайды. Уорреннің байлығы әлемнің 125 мемлекетінің жалпы ішкі өнімінен асып түседі. Баффеттің басты табыс көзі Berkshire Hathaway, бұрындары кішігірім тоқыма компаниясы болған. Жеңіл өнеркәсіп дағдарысына қарамастан, Уоррен компания акцияларын сатып алған. Компания Баффет империясының тірегіне айналған. Бүгінгі таңда Berkshire Hathaway Fortune 500 тізімінде 6-шы орында. Аталған құрылым Kraft Heinz, American Express, Coca-Cola, Wells Fargo, IBM, Bank of America және Apple секілді компаниялардың үлесіне ие. Баффеттің акция таңдау қабілеті өте керемет. Оның ұзақ мерзімді инвестициялары әрдайым үлкен табыс алып келеді. Баффет Coca-Cola әлемдегі ең танымал сусын,
оның сатылымдары жыл санап арта береді деп тұжырымдаған. (1988 жылы ол Coca-Cola'ның 7% акциясын сатып алған. Содан бері акция құны 10 есеге өскен. Көрегендігі үшін Баффетті Омахадан шыққан көріпкел деп атайды. Баффет технологияларды пайдаланбайды. Оның кеңсесінде компьютерде жоқ. Уоррен батырмалы телефон пайдаланады. Тим Кук Баффетті iPhone 11 пайдалануға көндірген. Уоррен оны тек қоңырау шалу үшін ғана пайдаланады. жылы Баффет Билл Гейтспен бірге бөлісу анты жобасын құрған. Жобаның мақсаты әлемдегі бай азаматтарды байлықтарының басым бөлігін қайырымдылыққа беруге шақыру. Қазіргі таңда жобаға 25 елден 221 қатысушы кіреді. Олардың ішінде Марк Цукерберг, Брайан Эктон және Илон Маск бар. Жоба үздігі Уоррен Баффет. Ол байлығының 99%-ын қайырымдылыққа беруді мұра еткен. Баффет 2006 жылдан бері қайырымдылыққа $37 миллиард жұмсаған. Оның айтуынша ақшаны мұқтаждарға беру оны жаратудың ең тиімді жолы. Баффет қымбат яхталар, көліктер немесе зәулім сарайлар сатып алмайды. Ол әлі күнге дейін Омаха қаласында 1958 жылы $31 мың сатып алған үйде тұрады. Қарапайым Cadillac көлігін мінеді. Баффет бургер жегенді ұнатады және күніне 5 банка кола ішеді. Ол қарапайым Dairy Queen дүкендерінен жиі балмұздақ сатып алады. Көргендеріңізге рахмет, арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.